Сәлем баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бүгін сіздерге далада піскен сірненің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен малдың іш майын алып қазанымызға жаямыз да. Етімізді салып, сиырдың немесе жылқының еті, қойдың еті бәрібір бара береді. Үстіне жайып, іш майымыздың, одан кейін жуамызды кесіп турап, сарымсағымызды салып, лавр листімізді салып, сәбізімізді турап саламыз. Картоплымызды салып, одан кейін қызанағымызды салып, біртіндеп солай отырамыз. Тәтті перцімізді саламыз. Тәтті перціміз сірнені жақсы дәм беру үшін саламыз. Одан кейін тұзымызды сеуіп, бұрышымызды сеуіп, өздеріңіздің дәмдеуіштеріңізді де қосуға болады. Одан кейін мен 40 қабатты бетіне жауып, бірінші слойын солай бірінші жаптым. Екінші слойына тағы етімізді 40 қабаттың үстіне жайып, манағыдай қайталай береміз. Мен кептірілген укроп салдым. Свежий укропты да салуға болады, көк жуанды да салуға болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша сала беруге болады. Екінші слойының салмасының бәрін салып, 40 қабатымызбен жақсылап жабамыз. Астын отынды жағып, 2-2,5 сағатта пісіреміз. Үйдегі пісірген сірне мен далада қазанда пісірген сірненің айырмашылығы өте басқаша болады. Сіздер де қазанда пісіріп, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, пікірлеріңізді қалдырып кеттіңіздер. Мен міндетті түрде жауап беремін. Ас болсын, сау болыңыздар.